Ассаламалейкум көрермендер, бүгін мен сіздерге екінші сабағымды үйретейін. Бұл сабақта көбінесе ұлдардың қателіктерін айтамыз. Бірінші қателік, әдемі қызды көшеде көргенде біз оның жігіті бар екені деп ойлаймыз. Бірақ ол үлкен қателік. Өйткені әдемі қыздарда жігіттер болмайды. Көбісі сөйтіп ойлағандықтан олар негізі ішінен армандап өтеді. Қашан менде жігіт болады деп, қашан сендер жақындайсыңдар деп көбісі сөйтіп армандап өтеді. Сол үшін әдемі қыздармен көп жақындаңдар. Көп жақындаңдар әдемі қыздарға. Екінші қателік, оның жігіті бар екені, сол бірінші тармаққа кіреді негізі. Сол жігіті бар деп айтады. Екінші қателік, сол қыздар менің жігітім бар деп айтады. Бірақ ол өтірік болуы да мүмкін. Негізі 70%-ға дейін негізі ол өтірік. Көбісі әдейі жігіттер сендерді тексеру үшін сөйтіп айтады. Ондай жігіттер не үшін керек? Егер жігітім бар десе, бір айналып кетіп қалатын. Ондай жігіт қыздарға керегі де емес. Сол үшін жігітім бар деген кезде біз былай дейміз. Мен сенің жігітің болам деп айтқан жоқпын. Мен сенімен танысайын дедім деп айтсаңдар болады. Және орысшалай жігіт не стена деген сияқты сөздер айтсаңдар болады. Бірақ та қыздарды тыңдамауға тырысыңдар. Қыздар көбінесе еркектерді тексеру үшін сөйтіп айтады. Үшінші қателік бізде қазір күте тұрыңдар, бірнәрсе мыжылып кетті. Үшінші қателік бізде ол қыздар ақшаға қызығады. Олармен танысу үшін бір олигарх бай болу керек деген өтірік шешімдер. Негізі қыздарға байлық қызық, бірақ көбінесе адамның өзі қызық болу керек. Ол байлыққа қызығады деген ол негізі аз процент қыздар ғана сөйтіп айтады. Негізі өмірде бәрі басқа. Сол себептен ойламаңыздар, ақшам жоқ, қызбен таныса алмаймын деп, бірақ ол дұрыс емес. Төртінші қателік. Бізде төртінші қателік. Қыздармен бір-екі рет танысқанмен де ешқашан қызды претензия қоюға болмайды. Қайда жүрсің, кіммен сөйлесіп жатсың деп мазалауға болмайды. Өйткені ол біріншіден сендермен 1-2-3 күн ғана таныс, ондай қыздарға ұнамайды. Ол үшін сөйтіп айту үшін сендердің әйелдерің болу керек, немесе біраз уақыт жүру керек. Сондықтан біраз жүргеннен кейін айтсаңдар болады. Бастапқы танысуда үйтіп айтуға болмайды. Үйтіп қатты қадағалап, телефондарын тексеріп, ондай дұрыс емес. Ол қыздарды тез арада құртып аласыңдар. Және тағы еркектердің қателіктері, қыздармен танысу үшін әдемі качок болу керек деп көбісі айтады. Бірақ ол бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес. 50-50. Көбінесе қыздарға әдемі жігіттер ұнайды, бірақ басында әдемі болғанмен ол сөйлей алмаса, онда ол қызға еш қызық болмайды. Еш қызығушылығы болмайды. Сондықтан түрді қатты дамытпай, сөзді дамытыңдар, ағайындар. Сөз тас жарады деген мақал бар ғой. Сол себептен сөзді қатты дамыту керек. Кітап оқыңдар көп. Мақалдар, анекдоттар жаттаңдар, гитара ойнаңдар. Әсіресе томпақ немесе түрлеріңіз болмаса, көбінесе
сол сөзбен айналдыруға. Қыздарға негізі түрде ғана емес, ол қыздар негізі барлық жүйені бақылап алады да, сосын бір шешімге келеді. Мысалы, ол түрі, ой өрісі бәрін қарайды да қыздар. Сосын ортақ шешімге қарайды. Сосын оның түрі нашар, қызды қарамайды деген ол дұрыс емес. Так, ары қарай кеттік. Және қызбен танысқанда біз танысқан кезде не үшін танысқанымызды айтуымыз керек. Көбісі дос болып, сосын жігіт болып қалам деп ойлайды жігіттер. Сол үлкен қателік. Басында қыздармен дос болсаңдар, ол соңына дейін дос болып қаласыңдар. Ол достықтан жігіт болу өте қиын. Сол кезде, сол үшін басында таныссаңдар, сол күннен бастап қызға құлағына құю керек. Мен дос болмаймын қызбен, мен жігіт болам деп сөйтіп таныссаңдар ғана нәтиже болады. Далада танысқан кезде қыз мысалы далада болсын, базарда болсын, мега-центрлерде болсын, аяқ киім, мысалы бір киім қарап жатсақ, ұлдар қасына келіп уақыттарын алып жатырмыз деп танысқан кезде уақыттарын алып жатырмыз деп ойлайды. Ол негізі дұрыс емес. Ол қыздар негізі іштеріне армандайды, қашан бізге жігіт жақындайды деп. Сол себептен бүйтіп ойламаңдар. Уақыттарын алдық деп ойлаудың қажеті жоқ. Және көбінесе жігіттер тағы соңғы қателік, жігіттерде машинам болса қыз сынады деген қателіктер көп. Шынымен де машина негізі комфорт, бірақ та қыздармен таныс үшін машина болмаса да болады. Өйткені машина қарап сынбауы да мүмкін. Сол негізі қателіктер. Қысқаша айтып кетейін. Әдемі қыз көрсек, ол жігіті бар екенін деп ойлаудың қажеті жоқ. Оның жігіті болмауы мүмкін. Негізі әдемі қыздарда жігіт аз болады. Өйткені жігіттер қорқады әдемі қыз деп жақындауға. Сол себептен әдемі қыздар жалғыз болып жүреді. Екіншіден, оның жігіті бар деп ойламау керек. Үшіншіден, қыздар тек бай